қарай 11-де 6-ны шығарайық. Мына жерде бірдей, мына x куб пен x куб бірдей, екеуі бірге қазір қосылады. И ay квадрат пен ay квадрат бірдей. Ендеше онда қосып азайтамыз. Бірінші, мынаны бұрыс бөлшекке айналдырайық. 3 8-ге көйтім 24, оған 2 қосам 26. X куб. Мынаны жазайық қасына. Минус 9 x куб. Так, біреу кетті. Екіншісі. Минус 16 ay квадрат плюс 9 ay квадрат. Так, жинақтап алдық ба? Енді ары қарай. Мына жерде біз ортақ бөлімге келтіреміз. 3, 26 минус 9 үшім 27. 27. Так, x куб. Мына жерде минус 16-тан плюс 9 десем, ол менде минус 7 болады, y квадрат. Тең болады. Мына жерде минус 1 болады, сонда минус 3-тен 1 x куб минус 7 y квадрат шығады екен. Келесі екінші. 27 a квадрат z минус 24,89 a квадрат z плюс 3,5-тен 1 y квадрат минус 15 y квадрат. Тең болады. Мына жерде алып тастайық. 27-ден мына екеуі бірдей көріп тұрсыздар. И мына екеуі бірдей. И так қастарында тұр, уже жинақталып тұр. 27-тен 24-те 89 алып тастайықшы. 27 минус 24-те 89 2,111 болады. 2,111 a квадрат z. Келесі. Мына жерде бетек бұрыс бөлшекке келтірейік. 5 точке көйтім 15, 1 қосам 16. Так, минус 15-ке мына жерде ортақ бөлім келтірейік. 5-тен береміз, минус 15-ті 5-ке көйтім 75. Y квадрат. Тең болады. Мынаны жазып қоямыз. A квадрат Z. Так, мына жерде менде минуспен шығады. 75-тен 16-ны алып тастасам. 75 минус 16. Ол менде 59 болады. Сонда минус 5, 59 бөлінген 5. Y квадрат шықты. Келесі. Үшінші. 3,12 AB плюс 7,6-дан 5 m квадрат минус 4,6-дан 1 m-ның кубы. Квадрат емес, бұл куб екен. Куб плюс 16,82 AB. Так, мына жерде бізде AB мен AB m куб пен m куб бірдей. Бірден қосып жіберуге болады. 3,12-ге 16,82-ні қосайық. 3,12 плюс 16,82 болады 19,94 AB. Мына екеуін қосып жібердік. Енді мына екеуін. Мыналардың бөлімдері бірдей көріп тұрсыздар ма? 6, 6. Значит, не істеуге болады? Бұны бұрыс бөлшекке айналып қажет емес. 7-тен 4 алып тастайық. Плюс 3, 6-дан 5-тен 1 алып тастайым. 4. m куб. Мынаны енді ақшамдауға болады. Давайте ақшамдау жіберейік. 94 AB плюс мына екеуін қысқартып жіберсек, мына жерде 3, мына жерде 2 болады. 2-ке қысқартсақ, плюс 3,3-тен 2 m куб. Так, и соңғы төртіншісі. 19,2 x квадрат минус 30,9-дан 1 каты плюс 31 каты минус 20 x квадрат. Так, мына екеуі бірдей. И мына екеуі бірдей. Бірден есептейік, да? 19-да 2-ден 20-ны алып тастасаң, минус 0,8 x квадрат болады. 30,9-дан 1 дейді, Так, мына жерде енді ақшамдау керек. Мына жерде 9 дейміз де. 9-ы 30-ға көйтем. Так, 9-ы 30-ға көйтем, қанша болады? 270. 270-ті бірге қосам, 271. Мына жерде ортақ бөлім келтірек. Мынаған 9-дан берем. 31-ді 9-ға көбейтем. 200 мынау плюс алдында плюс 279 ката
тең болады минус 0,8 x квадрат. Мынау алдында минусмен, мына алдында минус тұр. 279-дан 271-ді алып тастаймын, 8 болады. Сонда ол плюс болып кетеді, я? Потому что 279 үлкен. Плюс 8 бөлу 9 к т шықты сонда. Так, енді ары қарай кеттік Б тарауына қарай кетейік. Көп мүшені стандарт түрге келтіріп дәрежесін атаңдар дейді. 11-де 7, давайте 11-де 8 күрделеу сияқты, 11-де 8-ді көрсетейін. Біріншісі 7,8x плюс 9,1 y квадрат минус x плюс 1,9y квадрат минус 8,7 y квадрат. Так, бізге не деді? Стандарт түрге келтіріп дәрежесін атаңдар деді, я? Так, енді стандарт түрге келтіру үшін бірдейлерді анықтап алайық. Мына қараңыздар, y квадрат, y квадрат, y квадрат. Бірдей ма? Бірдей. X бар, минус x бар. Бірдей ма? Бірдей. Айнымалысына қараймыз. Санға қарамаймыз, санға мән бермейміз. Тек қана мына әріптерге қараймыз. Әріптер бірдей болса бітті. Шаруа бітеді. 7,8-ден 1-ді алып тастаймын. Мына x деп тұрған алдында 1 деген сөз бар деген сөз. Сан бар деген сөз. 7,8-ден 1-ді алам. 6,8x. Кеттік ары қарай. Так, 9,1 плюс 1,9 минус 8,7 шығады плюс 2,3 y квадрат. Так, енді мынада x-та 1 дәрежелі, мынау 2 дәрежелі. Қайсысы үлкен? 2 дәрежелі үлкен. Бірінші жазамыз. 2,3 y квадрат плюс 6,8x. Ең үлкен дәрежесі қандай? Квадрат. Значит, бұл көп мүше. Қандай дәрежелі? 2 дәрежелі көп мүше. Все, бітті. Екінші. 0,246 z куб минус 15,2 t плюс 16 t минус z куб минус 0,94. Так, енді мына t мен t бар, z куб пен z куб бар. Мынау бір өзі тұрған нәрсе, бұл вообще ештеңеге қатысы жоқ. Потому что бұл жерде айнымалы жоқ, әріп жоқ. Значит, z кубтарды не істейміз? Ықшамдаймыз. Мынау 0,246, ал мынау алдында 1 бар. 1 үлкен ба, мынау үлкен ба? Ну, естественно, 1 үлкен, я? Значит, минус 1 плюс 246, 1-ден алып тастайым 0,246, ол болады. Мына алдына минусмен. Минус 0,754 z куб. Бітті, кетті. T'лар қалды. T. 16-дан 15-те 2-ні алып тастаймын. Плюс 0,18 t. Так, енді не қалды? Менде сан қалды. 0,94. Міне, үш мүшелі болып шықты, я? Үш мүшелі болып шықты. Енді дәрежесін атаңдар деді. Мына жерде дәреже 3, мына жерде дәреже 1, мына жерде дәреже жоқ. Сонда бұл 3 дәрежелі. Үшінші, минус 29-да 1 с квадрат плюс 0,17 d куб минус d куб плюс 30 с квадрат минус 1,1 d куб. Так, қараймыз. Мына с квадрат бар, мына жерде де с квадрат бар. d куб бар, d куб бар, d куб бар. Бірдей. Все, с квадраттарды жинаймыз бірінші. Мынау 30, мынау минус 29-да 1. 30-дан 29-да 1-ді алып тастаймын. 0,19, я? С квадрат. d-ларды жинаймыз. 0,17 минус 1. Минус 1,1. Шықты минус 1,93 d куб. Енді дәрежелерін қарайық. Квадрат, мынау куб. Әрине куб үлкен. Значит, кубты алға жібереміз. Минус 1,93 d куб. Одан кейін квадрат жазамыз. 0,19 с квадрат. Ең үлкен дәреже куб. Значит, бұл 3 дәрежелі көп мүше. И соңғы төртінші. 40,4 a-ның кубы минус b-ның 4 дәрежесі
плюс 2,6 аның кубы минус 44 аның кубы плюс 0,73 б-ның 4 дәрежесі тең болады. Так, міне а куб, а куб, а куб. Б-ның 4 дәрежесі, Б-ның 4 дәрежесі. Все, ықшамдаймыз, е? Аларды жинайық. Калькулятормен 40,4 плюс 2,6. Осыдан минус 44. Сонда минус 1 шықты. Минус 1-ді жазбаймыз, минус аның кубы деп жазамыз. Енді Б-ның 4 дәрежесі. Мынау минус 1 плюс 0,73. 1-ден 0,73 тауып тастайық. Сонда минус, неге минус? Потому что минус 1 үлкен. 0,27 Б-ның 4 дәрежесі. Енді дәрежелер 4 үлкен ба, 3 үлкен ба? 4 үлкен. Значит, минус 0,27 Б-ның 4 дәрежесін бірінші жазам. А-ның кубын екінші жазам. Так, и бұл бізде 4 дәрежелі көп мүше болып табылады. 11-де 10-ды көрсетіп жіберейін да, енді соңғы. 11-де 10, мына жерге сиямыз бекен. Бірінші 5 x-тің кубы минус 8x 5 дәреже плюс 44 минус 10x-тің кубы плюс 7x-тің 5 дәрежесі минус 60. Мұндағы x минус 2-ге тең дейді. Мына жерге жаза салайын. X минус 2-ге тең. Так, бірінші ықшамдаймыз. x5 бар, мұны x5, x куб бар, и сандар бар. Ықшамдайық. Бірінші x-тің 5 дәрежесін ықшамдайық. Минус 8 плюс 7 неше болады? Минус 1 болады. Минус x-тің 5 дәрежесі. X кубтар 5 минус 10. Минус 5x куб. Сандар 44 минус 60. Минус 16, да? Тең болады. Енді орнына, мұна x-тің орнына, мұна минус 2-ні қоя салам. Минус, мұны қараңыз, мынаның өзінің таңбасы бар. И мұна x-тің өзі минус 2-ге тең. Таңбадан шатаспаймыз. Мұнаның минусы бар. Ойбай, минус. Қазір. Так, мұнау менде минус 5. И x-тің өзі минус 2-ге тең. Кубы минус 16. Тең болады. Так, мұна минусын жазам. Мұна жерде қараңыз, минус 2-ның тақ дәрежесі минусты береді. Ал мұна минус пен, мұна минус плюс болады. Все, таңбадан арылып кеттік. 2-ның 5 дәрежесі 32. Так, минус санның тақ дәрежесі минус болады. Мұна минус пен, мұна минус плюсты береді. Таңбадан арылдық, 5 жазып қоям. 2-ның 3 дәрежесі 8. И минус 16. Сонда 32 минус 5, 8 неше? 40 па? Минус 16. 32 минус 40, минус 16 болады, минус 24. Келесі, екінші. Минус 7y квадрат плюс 13 y-тің 6 дәрежесі минус 71 плюс 3y квадрат плюс 59 минус 11 y-тің 6 дәрежесі. Мұнда бізде y 3-ге тең дейді. Так, ықшамдайық. Y-тің 6 дәрежесі бар, квадраты бар, и сандар бар. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін өйстіп белгілеп алыңыздар астарын, сонда ыңғайлы болады. Так, 6 дәрежесін тапсақ бірінші 13 минус 11. 2 y-тің 6 дәрежесі. Квадратын алайық. Минус 7 плюс 3 минус 4 y квадрат. Сандар. Минус 71 плюс 59. 71 минус 59. Минус 12. Енді y менде 3-ке тең деді. Y-тің орнына 3-ті қоям. 3-тің 6 дәрежесі. Минус 4 көбейту 3-тің квадраты. Минус 12. 2 көбейту 3-тің 6 дәрежесін. Шымды айтсам білмейді екен. 3 көбейту 3. 9. 3 дәреже. 4 дәреже. 5 дәреже. 6 дәреже. 729 дейді. Минус 4 көбейту 9. Минус 12. 729-ды 2-ке көбейтем. 1458 минус 4-9-ға көбейтсем 36 минус 12. Так, енді бұдан 36-ны алам. 1410 шықты жауабы. Үшінші. Так, 37
плюс 12 аның 4 дәрежесі минус аның кубы минус 40 плюс 4 аның кубы плюс 10 аның 4 дәрежесі. Мұндағы а минус 3-ке тең дейді. Так, 4 дәреже мен 4 дәреже бар. А куб пен а куб бар. Сан мен сан бар. А 4 дәрежесін жинайық. 12-ге 10 қосам. 22 аның 4 дәрежесі. Так, а кубтар минус 1 плюс 4 береді, плюс 3-ті, е? Так, и сан 37 минус 40 минус 3-ті береді. Так, а менде минус 3-ке тең деді. Значит, 22 көбейту минус 3-тің 4 дәрежесі плюс 3 көбейту минус 3-тің кубы минус 3. Так, 22 3-тің минус санның жұп дәрежесі плюсті береді. Мына таңба 10-ға айналып кетеді. 3-тің 4 дәрежесі 81. Так, енді мына минус санның тақ дәрежесі керісінше теріс сан береді. Мына минус пен мына плюс минусты береді. Сонда 3-тің 3 дәрежесі 3 көбейту 3-тің 3 дәрежесі 27. И минус 3-ті жазып қоям. Так, мына есептек 22-ні 81-ге көбейтсек. 1782 минус 3-ті 27-ге көбейтсек. 81 минус 3 жауабы болады. Так, 1782 минус 81 минус 3 жауабы 1771. Так, и соңғы 4-ші есеп, мына жерде менде симайын деп тұр. Былайынан алып жаза салайын, я. Так, жерге жазайын. Минус 11 бөлу 17 б-ның 5 дәрежесі плюс 99-да 1 плюс 8 бөлу 13 б плюс б-ның 5 дәрежесі минус 5 бөлу 13 б минус 100. Так, мұнда бізде б тең 1-ге. Көрініп отыр ғой, е? Так, ары қарай кеттік. Мына жерде б-ның 5 дәрежесі 5 дәреже, б бар и сан бар. 5 дәрежені жинаймыз. Так, минус 17-де 11 и плюс 1. 1-ді, мына б-ның 5 дәрежесінің алдына 1 деген сан тұр ғой. 1-ді былай істейікші. Мынаның бөлімі 17 ғой. 17 бөлу 17 деп алайық. Бәрібір 17-ні 17-ге бөлсең 1 шығады. Дұрыс па? Мына үлкен, сондықтан мына 17-ден минус 11 бөлу 17 десең, не қалады? 17-ден 11-ді алып тастасаң 8 қалады. Ойбай, 6 қалады. 6 бөлу 17 болады сонда. Сонда мына жерді сразу жазып жіберейік. 6 бөлу 17 б-ның 5 дәрежесі. Түсінікті ғой, е? Ең оңай жолы. Так, енді б-лар жинаймыз. 13-те 8 минус 13-те 5. Мына бөлімдері бірдей. Бөлімдері бірдей болғаннан кейін просто алымын 8-ден 5-ті ала салам, 3 болады. Б. И сандар минус 100 плюс 99-да 1. Ол менде минус 0,9-ді береді ғой. Так, и енді б менде 1-ге тең деді ма? 6 бөлу 17 көбейту 1-дің 5 дәрежесі плюс 3 бөлу 13 көбейту 1 минус 0,9. Но 1-дің қандай дәрежесі болса да өзіне тең болады. Так что бұда вообще никак влияние болмайды. 17-тен 6, дәл осылай кері жаза саламыз. 13-тен 13 минус 0,9-ді 1 бөлу 10-нан 9 деп алайық. 10-нан 9 деп алайық. Так, мына жерде ортақ бөлім табу қиын болады. Калькулятормен жуықтау есептеуге болады. Кешірім сұраймын. 6-ны 17-ге бөлейік. Примерно 0,35 болады. Плюс 3-ті 13-ге бөлейік. 0,2 болады. И мынау менде минус 0,9. И осылай есептейтін болсақ, так, плюс 0,2, одан 0,9 алып тастаймын. Менде шамамен минус 0,35 шығады екен. Мінекей жауабы.